Қалайсыздар достар, бүгін сіздермен манник дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті айран 150 мл, секер 140 грамм, күнбағыс майы 120 мл, 3 жұмыртқа және де манная круппа 200 грамм, жарты қасық тұз және 10 грамм разрыхлитель және де 1 пакетик ванилин. Ең алдымен айранымызды шағын ыдысымызға құямыз және жұмыртқаларымызды араластырамыз. Сонан соң қантты араластырамыз. Көп уақыт алмайды, тез дайындалады. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар достар. Осылай араластырып, келесі бізде күнбағыс майын қосамыз. Араластыра береміз. Ванилинімізді қосамыз. Және де жарты қасық тұз және де жарты қасық разрыхлителімізді қосамыз. Келесі бізде манная круппамызды бірден қоспаймыз. Жарты-жартыдан араластырып алып барып қосамыз. Үшінші бөлігінде салдым круппамыздың. Осылай араластырамыз. Келесі бізде кокос стружкасы 60 грамм. Табамыздың үстіне арнайы выпечкаға арналған қағазды дайындап қойдым, майлап алдым және де пирогымыздың қоспасын қосатын боламыз. Яғни бәлішіміздің. Енді арнайы қыздырылған пеште 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Енді пирогтың үстіне жібітіп жұмсақ болып тұру үшін заливкасын қосамыз. Заливкаға бізге 200 мл сүт және де 150 мл қайнатылған сүт, яғни сгущенканы қосып араластырып, арнайы ас үй щеткасымен пирогтың үстіне жағып шығатын боламын.
кокос стружкасын осылай үстіне себеміз. Сеуіп болдық. Мінекей осындай күшті тез дайындалатын пирогымыз дайын болды, достар. Енді ортасын сіздермен көрсететін боламын.